Группа сәлеметсіздер ме? Өткен аптада айтқандай, мен техникалық ақауларға байланысты практика уақытылы бола жүргізе алмадым. Сондықтан қазір мен практикалық тапсырма, яғни келесі алдағы 2 аптаның ішіндегі жұмыс істеу керек болған тақырыпты сөз, яғни студенттің өзіндік жұмысын, бірінші жұмысын көрсетіп жіберейін, сол бойынша түсіндіріп жіберейін. Мен сайтқа жүктеп қойдым. Яғни мына сайтқа кіріп қарайтын болсақ, бізде сөз жібер деген тапсырма тұр. Мына жерде тұр. Дедлайн бізде 25 октябрьға дейін, сағат 23:59-ға дейін. Яғни пятница күні түнгі сағат 11:59-да жабылады. Себебі суббота және воскресенье күні мен жұмыстардың барлығын тексеріп, бағалап, баға қоюым қажет порталға. Осыған мән береміз. Енді сөз бойынша блок схемалар, айнымалылар, салыстыру операторлары, тармақталған операторлар және циклдар тақырыбына байланысты алгоритмдер және бағдарламалау негіздері пәні бойынша өзіндік жұмыс студенттерге ұсынылған тапсырмалар. Әрбір тақырып тапсырманың сипаттамасынан, шарттардан, программаның жұмыс істеу мысалынан тұрады. Бағалау критерийі бойынша түсіндіріп өткем. Программа жұмысы басталған кезде міндетті түрде жұмыс орындаған студенттің аты жөні жазу қажет. Егер консольде студенттің аты жөні жазылмаса, онда баға төмендетіледі. Осыған мән береміз. Келесі, программаның орындалуының дұрыстығына қараймын. Блок схеманың болуына және блок схема бойынша программаны қалай сипаттап жазғанына қараймын. Айнымалылар мен салыстыру және тармақталған операторларды, циклдарды және басқа да математикалық операторларды дұрыс пайдаланғансыздар ма, соған мән беремін. Және кіріс шығыс деректерінің дұрыс пайдалануына мән беремін. Яғни бізде sin және cout операторын қалай пайдаланғансыздар. Жалпы айтатын болсақ, тапсырмалар студенттерге айнымалылармен, операторлармен, математикалық операциялармен, салыстырулармен және циклдармен дұрыс жұмыс істеу дағдыларын нығайтуға көмектеседі. Сонымен қатар қарапайым аналитикалық бағдарламаларды құрастыруды және блок схема түрінде сипаттауды және код түрінде жазуды үйретеді. Әрбір студент өзінің тақырыбын келесі тізім бойынша алады. Ол үшін міне мына ссылкаға кіреміз. Бізде мына логин пароль деген бұған дейінгі ашқан Google таблицаның ішінен, мысалы, Режеп Бегенш ол 2-ші тақырыпты алады. Жомарт ол 4-ші тақырыпты, Аллағұлы 3-ші тақырыпты, Алина 3-ші тақырыпты, осылайша кете береді. Тақырыптарды қайдаланамыз. Тақырыптар мына жерде жазып қойған. 1-ші тақырып мынау, 2-шісі келесі, 3-ші мынау, 4-ші былай деген сияқты. Сонымен қатар Teamsқа кіретін болсақ, каждый команданың ішінде, практика бізде пятница болмады, практика айопқа кіреміз. Бізде міне сөз бойынша мына жерде Google таблицаны қойып қойғанмын. Одан кейін сайттан бағалау критерийін көруге болатынын қойып қойғанмын. Вот документ. Потом заданияға мен жүктеп қойғанмын. Мына заданияны ашатын болсақ, дедлайн 25 қазан, 24 жыл, 23:59-ға дейін көрсеткен. Осы жерге отчет түрінде орындау қажетсіздер. Қайталап айтам тағы да, отчет түрінде. Алдымен бірінші тақырыпты қарастырайық, қандай тақырып бар екен. Мысалы, бірінші тақырыпта студенттің үлгерімін бағалау калькуляторы. Яғни бізде тапсырманың сипаттамасы келесідей. Пайдаланушы енгізген мәліметтер негізінде студенттің курстағы қорытынды бағасын есептейтін бағдарлама жасауы керек. Бағдарлама ескеруі керек үй тапсырмаларының санын, яғни мысалы, лабораториялық жұмыс, неше лабораториялық жұмыс екендігін. Потом олардың бағалауын және қорытынды бағалаудағы салмағын. Зертханалық жұмыстардың саны, оларды бағалау және қорытынды бағалау. Тест жұмысы үшін бағалау және қорытынды бағалаудағы салмақ. Емтихан бағасы және оның қорытынды бағалаудағы салмағы. Яғни қорытынды бағалаудағы салмақ дегеніміз, мысалы, емтиханның бағасы жалпы 100% бағалаудан неше процентін алады. Мысалы, біздегі Политех, яғни Сәтбаевтың системасында емтихан бізде 40% салмаққа ие. Ал 2 рубежка 30% салмаққа ие. Сосын программаның шарттары міне келесідей. Осының бәрін оқып шығамыз. Осы шарт бойынша программаны құрастырамыз. Одан кейін программаның жұмыс істеуінің мысалын, үй тапсырманың санын енгіземіз. Бізде 3 үй тапсырмасы бар. Ол бізде бірінші балл 85 алды, екінші балл 90 алды, үшіншісіне 70 алды. Және үй тапсырмасының жалпы салмағы ол 30%, 100%-тен 30%. Тағысын тағы бізде лабораториялықты, потом емтиханды осылайша есептейді. Соңында студенттің қорытынды бағасы 82 балл. Ол бізде жақсы деген нәтижеге ие. Жалпы осы результат бізде программада шығу қажет. Немесе екінші тапсырма бойынша
бізде таксидің бағасын есептеу, яғни жүріп өткен қашықтыққа тәуліктің уақытына және аптаның күніне байланысты такси құнын есептеу үшін бағдарлама жасау қажет. Бағдарлама пайдаланушыдан сұрайды километрмен жүріп өткен қашықтықты, сапардың тәулік уақытын, күндіз немесе түнде жүргендігін, потом аптаның жұмыс күні немесе демалыс күні жүргендігін сұрайды. Сосын бізде 1 километр үшін 10 рубль алу қажет. Егер түнде жүрген болса, ол құны 20%-ке артады, ал демалыс күні жүрген болса, ол 15%-ға артады. Сосын бағдарлама тексеру керек, что біздің қашықтық оң сан болуын және аптаның күні дұрыс енгізілуін, яғни жұмыс немесе демалыс деген сияқты. Немесе бұны switch кейспен 1 немесе 2 деп қойға болады, немесе Ж немесе Д деп, яғни жұмыс немесе демалыс. Потом қорытынды құны экранға шығарылуы қажет, бәрін есептейді дағы экранға, оның сапары мынандай сумма болды деп. Кейін, егер сапардың құны жалпы 1000 рубльден асқан жағдайда, оған 10%-тік жеңілдік береміз. 1000 рубльға жүрсе, онда ол 900 рубль төлейді. Енді программаның жұмыс істеуі, жүріп өткен қашықтықты 50 километр деп жазамыз. Яғни 50 километрді ол көбейтеді 10 рубльға. Одан кейін түнде жүрді, оны біз уже 20%-ке арттырамыз. Потом демалыс күні жүрді, тағы 15%-ке арттырамыз. Кейін, мына жерде сапардың негізгі құны 500 рубль болды, тәулік уақытты былайынан ұлғайды, потом демалыс күні одан кейін былайынан көбейді. И қорытынды басы оның 690 рубль болып шықты деп осылай шығу қажет. Мынау программаның жұмыс істеу мысалы. Енді отчетты түсіндіріп жіберейін. Біз отчетты қалай құрастырасыздар? То есть сөз бірінші бойынша есеп, отчет, үлгі нұсқа, распечатка керек емес. Тек қана Teams'тағы командаға сәйкес заданияға жүктеу қажет. Титулка парақ қажет емес. Отчет бар жоғы 4 парақшадан тұру қажет. Егер қысқа жазатын болсақ. Бірінші парақшада бізде студенттің толық аты жөні, тапсырманың номері, тапсырманың мәтіні скриншот етіп қойсақ болады. Немесе тапсырманың номері, то есть студенттің аты жөні, мысалы, тапсырманың номері, потом тапсырманың скриншотымен қоя саламын текст түрінде. Екінші парақшада бізде блок схема болу қажет. Және блок схеманың негізгі сипаттамасы. Мысалы, міне блок схеманы мен былайынан сыздым. Мысалы, Сиаут 92 минут деп шығады басында, потом километр, тәулік, күн деген айнымалылар бар. Мен километр енгізсем, мына жерде қандай да бір есептеу жүреді, сонымен біздің программа бітті деген сөз. Сосын мына жерге мен сипаттама жазамын. Біріншісі бізде программа басталды, екіншісінде осындай шықты, үшіншіде осындай 3 айнымалы бар. Потом қашықтықта енгізеді пайдаланушы, шарт бойынша күндіз немесе түнде болғанын есептейді, кете береді. Енді біз осындай әдемі түрде блок схеманы қалай сызамыз? Ол үшін жақсы бір сайт бар. Егер Google-ға блок схема онлайн деп жазсақ, бірінші болып мынандай Program for you деген сайт шығады. Осы сайтта былайынан мына жерде керекті заттарды былай алып, былайынан өзара байланыстыруға болады. Міне осылай бір-бірінің ішінде, бір-бірінің арасында осындай бір блок схема сызуға болады. Міне осындай ыңғайлы сайт бар. Потом осыны аламыздағы скриншот жасап аламыз. И потом мына жерде Word-тың ішіне бүйтіп қоя саламыз. Бүйтіп кішірейтіп қоямыз. То есть бұл уже оформлениясы, да? Осылай. Енді бізде екінші парақшада блок схема болды, үшінші парақшада бізде код болу қажет. Мен потом өзімнің программамда ашамындағы кодты жазам. Мысалы, кодты осылай жазып біттік деп ойлайын. Просто copy-paste жасаймын, скопировать етемін. Copy. Кейін мына жерде былай орнына қоямын. Не осылай. То есть, мына жерде үлкен болып кетті, негізі кішірейтіп қойыңдар, чтобы визуально әдемі болсын, да? А не так, чтобы прям 4-5 парақталатындай емес. Вообще, в целом, когда программаны жазып біткеннен кейін, если VS Code-қа салып, VS Code-тан скопировать ететін болсақ, осылай әдемі болып шығады. VS Code былай осылай әдемі жасайды. И дальше төртінші парақта уже бізде программаның жұмыс істеуін көрсетуіміз қажет. Скриншот түрінде. Программа осылай жұмыс істеді. И потом вот результаты мне осындай деп скриншот қоямын. Все болды. Мен файлды, документті сақтаймын. Досанов Бекмұрат, студенттің аты жөні, потом нешінші тапсырма екендігі, екінші тапсырма, үшінші, алтыншы тапсырма деген сияқты. И вот осы файлды
мен Teams'та мына заданияның ішіне жүктеймін. Пока что мына группадан маған ешкім жұмыс тапсырмапты. Мына жерде міне көрсетіп тұрады. Мысалы, Мәди тапсырманы ашқан, бірақ ештеңе әлі тапсырмады. Дарын даже ол әлі ашып та қараған жоқ тапсырманы, скорее всего. Мына жерде журналда бәрі көрініп тұрады. Да, ол тапсырманы әлі ашып қараған да жоқ. И осылай міне кете береді. Например, когда студент жұмысты тапсырған кезде, когда сдать деген кнопка басқан кезде, ода мынандай пайда болады. Міне практика 4-те. Міне Мәди тапсырған басам, и міне оның жұмысы. Маған осылай көрінеді. Және мен мына жерге бағаны жазамын сәйкес. Бізде максимум 3 балл алуға болады. 2 балл немесе 3 балл деймін дағы. Мына вернуть деген басқан кезде сендегі барады, что осындай 3 балл қойды деген сияқты. Жалпы осы, егер сұрақ туындаса, бір жер түсініксіз болса, маған Teams'тан жазамыз. Мен қолым босаған кезде жылдам жауап беруге тырысамын.